Қазіргі заман оқушылардың алдына биік талаптар қойып отыр. Бүгінгі күні олар толассыз ақпарат ағымында өз бағдарын жедел әрі дұрыс айқындап, кез келген коммуникативтік жағдаяттарда еркін қарым-қатынасқа түсе білу қажет. Қарқынды дамыған әлемде оқушылар болашақ өмірге мектеп қабырғасынан бастап дайындалу тиіс. Сондықтан бүгінгі күні білім берудің басымдықтары да өзгеріп отыр. Мұғалімнің алдына оқушының өз бетінше білім алуына бағытталған оқу жағдаяттарын модельдеп, белсенді оқу әрекетін ұйымдастыру маңызды міндеті қойылып отыр. Сендер ақпарат жинау керексіңдер. Сендердің алдарыңда кестелер жатыр. Бір-біріңмен ақылдасып, ақпарат алмасасыңдар. Кімнің қайда және қашан барғаны туралы көп мәлімет жинау керек. Мұндай тәсіл коммуникативтік дағдыларды дамыту арқылы пәндік білімді меңгеруіне және әлеуметтік міндеттерді шешуіне ықпал етеді. Жұмысты мұндай формада ұйымдастыру оқушыларға өз ойын еркін, толық жеткізуіне және дәлелдеуіне, өзгенің пікірін тыңдап, оған өз көзқарасын қоса білуге, өзгенің пікірімен санасуға, өз іс-әрекетін талдай отырып баға беруіне жағдай жасайды. Мұның бәрі айналып келгенде сыныпта психологиялық жағымды орта қалыптасуына мүмкіндік береді. Коммуникативтік тәсілдемені қолдану қарым-қатынас жасау барысында тілдік құралдарды саналы әрі еркін қолдануына, ауызекі және жазбаша сөйлеу мазмұнын түсінуіне, өз ойы мен сезімін ауызша және жазбаша жеткізе білуіне ықпал етеді. Сабақты ұйымдастыруда жаңа педагогикалық тәсілдемелерді қолдану оқушылардың қызығушылығы мен өзара оқыту үдерісінде белсенділігін арттыруға септігін тигізеді. Бүгінгі сабақта біз сендермен мазмұндама жазуға үйренеміз. Бейнефильмді көріп, бейнефильмнен не көрдіңдер? Соны алдарыңдағы парақтарға жаза қойыңдар. Енді қазір барлығымыз екі топқа бөлінеміз де өз идеяларымызды ортаға саламыз. Кім қандай сөз жазғанын ортада тұрып айтады. Кемпір қосақ. Ал балалар, кімде осы кемпір қосақ сөзі болмаса, сендерге өз сөздерін жазған тізімдеріңді толтыруға болады. Үлкен топта тұрып, біз өз идеяларымызбен бөлістік, жаңа сөздерімізбен бөлістік, дұрыс па? Енді қазір сендерге мынадай тапсырма беріледі. Жұптау, ақылдаса отырып, ең жақсы деген 5 сөз тіркесін құрастыру керексіңдер. Біз бейнефильмді тамашаладық. Тірек сөздерді жаздық. Ең жақсы деген сөз тіркестерін таңдадық. Қазір топта ақылдаса отырып, енді осы жазған 5 сөз тіркестерінен ең негізгі деген 6 сөз тіркесін мұнда жазып алыңдар. Содан кейін осы жазған 6 сөз тіркесінен бәріміз бейнефильм бойынша мәтін құрастырамыз. Бізден мынадай мәтін шықты. Жануарлар орманды мекендейді. Орманда хош иісті гүлдер және жасыл шөптер өседі. Орманның қасында көл бар, оның суы жылтыр. Бүгінгі сабақтың тақырыбы жақсыдан үйрен, жаманнан жирен деп аталады. Адам бойындағы жақсы және жаман қасиеттерді ажыратуға үйренеміз. Оны ажырату үшін біз бүгінгі сабақта сұхбат аламыз бірін-бірімізден. Мұндай жұмыс түрі оқушыларға алдына қойған мәселелерді талқылауға және талқылау барысында алынған ақпаратты талдауға, өз пікірін дәлелдеуге және қорытынды жасауға, сындарлы шешімдер қабылдауына мүмкіндік береді. Оқушылар жұпта немесе топта жұмыс істей отырып, сұхбаттасының пікіріне құлақ асып, оны түсінуі, сыныптастарының сезімін құрметтеп, мүдделерін ескере білуі тиіс. Оқушылардың каллиграфиялық, орфографиялық және пунктуациялық дағдыларын қалыптастыруға, ақпаратты түсінуі мен қайта өңдеуіне мүмкіндік беретін ауызекі және жазбаша сөйлеу дағдыларын жетілдіруге айрықша көңіл бөлінеді.